Тән, тән, бұл не? Жанға жабысып алған бір дүлей, адамның ең басты жауы. Әгер әкей қорықсаң, осы жауыздан қорық. Бұл дүлейден құтқарып алу үшін бізге қаһарлы, қорқау болып көрінетін, әм сезілетін. Алайда шын мәнінде рахымды, ең мейірімді ажал деген келіп құтқарып алады. Тән, ол жан тұрғысында қанша дүлей болса дағы, ол аштықтың, қаталаудың, ашынаның, ұйқының, нәпсінің, қысқасын айтқанда ібілістің құлы, ең оңай басқаратын санасы. Сол арқылы жанды да күнәға душар етпесе нетті. Өлу арқылы адам рухани азаттыққа қауышады. Онымен атомдар емес, рухани сәулелер желісі ғана бір болады. Кеңістікте, еркіндікте, ауада, қара құрдымда еркін заулайды. Ей пенделер, өлдім дейсіңдер, өлуден неге сонша қорқасыңдар? Әсілінде сендер бұрыннан өледіңдер. Ал енді ажал құшу арқылы рухың тәніңнен ажырап, нағыз рахатқа, нағыз бақытқа енді баттыңдар. Ей пәниге келушілер, әсілінде адамдар ұзақ ғұмыр жасаған сайын олардың күнәлары да шыңырау құдық іспеттес тереңдей түсетіні хақ. Тек тезірек өлу арқылы ғана шыңырау құдықтан оңай шығып, еркіндікпен қауышамыз.